Бүгінгі видеода өзімнің тәжірибемнен өткен әдісті көрсететін боламын. Егер буындарыңыз ауырса, қолдарыңыз, тізелеріңіз қақсаса, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Тәжірибені бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Лайк басу және тағы басқаларды істеу сіз үшін жай әрекет болғанымен, мен үшін ол өте маңызды. Тәжірибе үшін бізге керек 1 стакан қар және 1 үлкен қасық тұз, целлофан, одноразовый біреу. Болды, осы қарапайым заттар керек. Даладағы қар даласы, кәдімгі ақ қарды. Әзірге қыс болып тұрғанда пайдаланып қалу керек. Қарды пайдаланып қалу керек. Ертең көктем болып кетеді. Сондықтан да осы қарды алып келіңіз үйге. 1 стакан жеткілікті болады. Қарды алып стаканға саламыз. 1 стаканға. Содан кейін оның үстіне 1 үлкен қасық тұз саласыз. Сосын жақсылап араластырасыз. Содан кейін одноразовый пакет аласыз, целлофан. Соның үстіне жаңағы араластырған қар мен тұзды төсейсіз, саласыз. Содан кейін еріп кетпей тұрғанда қолыңызды орап тастайсыз сонымен, целлофанмен. 1 минут тек қана, 1 минуттан артық тұруға болмайды. Ескерту, 1 минуттан артық тұруға болмайды. Әйтпесе теріңіз күйіп кетуі мүмкін. Бұл әдісті аяғыңызға да, тізеге де, қолыңызға да, буындарыңызға, жалпы барлығына жасауға болады, осылай орап тастап. Міне осындай қарапайым әдіс мен өзім интернеттен көріп, қызығып жасап, сіздермен бөлісіп жатырмын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар. Қазақ елі аман болсын. Алтындарым, тоқтаңыздар. Айтуды ұмытып кеттім. Лайк басып және де тіркелуді ұмытпаңыздар.